Бүгінгі біздің бейне сабағымыз метрология, стандартизация және сертификация негізі пәні бойынша 231-ші топ студенттерінен өтіледі. Метрологияның сөзбе-сөз мағынасы ол өлшеу туралы ілім. Қазіргі кездегі анықтама бойынша метрология ол өлшем және өлшеу тәсілдері туралы ғылым. Метрология деген сөз гректің метрон деген өлшем және логос деген ғылым деген сөзден құралған. Метрологияның дамуы 20-ші ғасыр соңына келіп отыр. Пәнді дамытуда 1892-1907 жыл аралығында ресейлік ғылым саласынан басқарған Менделеевтің еңбегі өте зор. Метрологияда қарастырылатын сұрақтары: бірінші, физикалық шамалар көрсеткіштері бойынша есептеу әдістері және құралдары. Екінші, физикалық шамалар және техникалық параметрлерді, заттардың құрамы мен қасиеттерін өлшеу. Және үшінші, қарастырылатын сұрақ ол технологиялық процестерді тексеру және реттеу үшін өлшеулер. Метрологияның объектілеріне жататыны ол физикалық шамалар, олардың бірліктері мен өлшеулер, және де өлшеу принциптері мен әдістері және техникалық өлшеу құралдарына жатады. Бұл біздің өтіп кеткен сабақты біраз ғана шолу жасап шықтық. Енді сендерге балалар арналған интерактивті сұрақ-жауап сайысын өткізіп жіберейік. Тез ғана белсенді сұрақтарға жауап береміз. Кәнекей. Интерактивті сұрақтар. Метрология пәні зерттеді балалар. Өткен сабақтарды. Метрология құралдары бұл өлшеу құралдары мен метрологиялық стандартты рационалды түрде пайдалануын қамтамасыз ететін жиынтығы болып табылады. Әрбір физикалық шама стандартқа сай өлшем бірлігін құрайды. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз ол стандарттау мақсаты және жалпы сипаттамасы, халықаралық және аймақтық стандарттау. Студенттік өзіндік жұмыстарын бойынша тақырыпқа ізденіс жұмыстар әмсе жүргізіліп отырады. Сол бүгінгіге бізге дайындап отырған Дәулет Назерке мен Аяужан Көпесбай осы жұмысты жаңа тақырыпты бізге түсіндіріп өтсе. Біздің дайындап келген тақырыбымыз стандарттау саласындағы халықаралық байланыс. Жалпы стандарттау дегеніміз не? Стандарт сөзін ағылшын тілінен аударғанда норма, үлгі деген мағынаны білдіреді. Стандарттау саласының қарқынды дамуы үшін нақты және ғылыми негізделген терминдер қажет. Стандарттар термині сонау заманнан анықтауға ұзақ уақыт кетеді. Сонымен қатар стандарттаудың дамуы ғылым мен техниканың даму үрдісі мен өндіріс әдістерінің жетілдіруіне бір қалыпты тікелей байланысты болады. Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңында және мемлекеттік стандарттардың жүйесінде стандарттау термині мынандай анықтамада бекітіледі. Стандарттың негізгі мақсаты іс-әрекеті жоспарланған және болашақ міндетті шешу үшін орнатылған ережелерді, талаптарды кең және көп мәрте қолдану арқылы бір немесе бірнеше салада тәртіптіліктің қолайлы деңгейіне қол жеткізу. Ал жалпы стандарттың объектілері олар екі түрге бөлінеді: міндетті талаптарға және де ұсынысты талаптарға. Міндетті талаптарға стандартта орындалатын міндетті талаптар өнімнің, үрдістің және қызметтің қоршаған ортаның қорғау және адам өмірі мен денсаулығын қамтамасыз ету талаптары, техникалық және де ақпараттық үйлесімділікті қамтамасыз ететін өзара алмасуының бірдей бақылау әдістерінің және таңбаланудың талаптары жатады. Ал екінші түрі
стандартты өнімге, үрдіске және қызметке қойылатын ұсынысты талапта өнімді дайындаушының үрдісті және қызметті орындаушының техникалық құжаттары мен немесе тапсырыс берушінің келісім шарттарында, яғни жеке және заңды адам тұлғалар ретінде міндетті орындалуға жатады. Стандарттың түрлері. Халықаралық стандарттау. Кез келген мемлекеттік сәйкес органдарының қатысуы үшін ашық стандарттау бойынша жұмыстар. Халықаралық стандарттау бойынша жұмыстардың нәтижесі болып қатысушы мемлекеттік қолданылатын халықаралық стандарттар есептеледі. Екіншісі, мемлекетаралық стандарттау. Мемлекетаралық мүддемен сипатталатын объектілерді стандарттау бойынша іс-әрекеті. Өңірлік стандарттау әлемнің белгілі бір географиялық, саяси және экономикалық аймақтарының мемлекеттік органдарының қатысуы үшін ашық стандарттау бойынша жұмыстары. Төртіншісі, стандарттау әртүрлі деңгейде жүргізілуі мүмкін. Мемлекеттік деңгейде, сапалық деңгейде, ассоциациялар деңгейінде, өндірістік фирмалар және кәсіпорындар деңгейлерінде. Стандарттау үлгілі қалыптау, есептеуіш техниканың аппараттық және программалық құралдарымен ерекшелігі бойынша өндіру мен пайдалану тұрғысында қабылданған келісім стандарттарды, нормалар мен ережелерді және тағы басқа тағайындау және қолдану. Қазіргі уақытта қолданылатын немесе потенциалдау мақсаттарға байланысты жаппай дүркін қолдануға арналған ережелерді іске асыру арқылы белгілі бір салада тәртіпке салуды оптималды дәрежесіне жету үшін бағытталған іс-әрекет болып табылады. Халықаралық байланыстың даму жағдайында стандарттау саласында жұмыстарды тек қана бір ел шеңберінде жүргізу мүмкін емес. Барлық елдердің арасында сауда, экономика, ғылыми, техникалық ынтымақтастығының құру үшін халықаралық стандарттау маңызы. Сонымен қатар халықаралық стандарттың қажеттілігі жалпы уақыт өткен сайын айқындалып келе жатыр, өйткені халықаралық нарыққа шығарылатын өнімдер түрлеріне тағайындалған ұлттық және халықаралық стандарттардың арасында айырмашылықтар мен сауданы дамытуға кедергі жасауда. Халықаралық стандарт ISO стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым болып табылады және де ұйым әзірлейтін, қабылдайтын халықаралық стандарттар. Қазақ және орыс тілдерінде аударылған МЕП стандарт қабылданғаннан кейін Қазақстан Республикасының ISO түріне ие болды. Халықаралық және де өңірлік басқа да елдердің ұлттық стандарттары Қазақстан Республикасында стандарттау жөніндегі мемлекеттік орган оларды актуалданғаннан кейін ғана ынтымақтастық туралы халықаралық келісімдердің негізінде қолданылуы мүмкін болып табылады. Халықаралық стандарттау ұйымы. Халықаралық стандарттау ұйымы 25 мемлекеттік ұлттық стандарттау ұйымдарының қолдауымен 1946 жылы Лондонда ООН шешімімен. Жалпы стандарттың екі түрі болады: негізін қалаушы және де өнім қызмет. Негізін қалаушы дегеніміз стандарттың ғылым және техника, жас және өндірістің түрлі саласындағы іс-әрекеттің өзара байланысы мен техникалық бірыңғай қамтамасыз ету мақсаттарымен дайындайды. Бұны біз негізін қалаушы стандарт деп айтамыз. Ал екінші түрі өнім қызмет дегеніміз стандартты өнімнің қызметінің нақты бір түріне немесе бір текті өнімдеріне, қызметтер топтарына қойылатын этаптарды бекітеміз. Бұл соны екінші түрін өнім қызмет деп атаймыз. Стандарттау саласындағы мәселесі. Бірінші сұрақ менікі. Бүгінгі біздің сабағымызды енді балалар пысықтап өтейік. Бүгін көптеген мәліметтер бізге Назерке мен Аяужан айтты. Сол бойынша сұрақтар дайындап кетті. Стандарттар түрлері. Айтсам бола ма? Ал Стандарттың екі түрі болады. Ол ең алғашқысы біріншісі өнім және қызмет, екіншісі негізін қалаушы, яғни оны құрушы және де қызмет. Сонымен жұмыс жасаушы осы стандартпен қабылдап сол нарықта көлемінде жұмыс жасайды. Осы екі түрі болады. Жақсы. Халықаралық стандарттардың мақсаты неде?
Жалпы ең алғашқы халықаралық стандарттау ол 1926 жылы құрылған болатын. Жалпы халықаралық стандарттаудың мақсаты негізінде оған 25 ел құрылған, бір-бірімен сауда-саттық қарым-қатынасты жақсартып, бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста болу. Жақсы. Үшінші сұрақ, сапа аймағындағы саясатына қандай талаптар қойылады? Сапа аймағындағы қандай талаптар? халықаралық байланыс кезінде бір жолдар, ал Жақсы. Бас барма. Қалай бүгін өзім өте жақсы сезіндім. Сабақтан аларым көп болды. Ұнады сабақ. Өзімді өте жақсы сезіндім. Деген ойда қарап барынша тырыстым. Қандай болды елді? Менде керемет болды, сабақ өте қызықты және керемет болып өтті. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Аяжан? Бүгінгі ұнады. Бүгін не үйрендіңдер? Көптеген заттарды үйрендік. Бүгін біз жалпы халықаралық стандарттауды және де басқа елдермен қарым-қатынасымыз қалай жүреді, және де оның мақсаты не екенін үйрендік. Жақсы балалар. Бүгінгі біздің осымен сабағымыз аяқталып жатыр. Мынау үй жұмысын біз Classroom бағдарламасына салып қойдым. Бүкіл бәр видео материал, файл ретінде, ссылкалармен Classroom бағдарламасында берілген тұр.